Сәлем достар, сіздермен Еркетай арнасы. Арнамызға лүпіл басып, тіркеліп қоңыраушаны баса кетіңіздер. Қазақ арнасының дамуына қолдау білдіріңіздер. Сіңірі шыққан кедей жігіт жолда келіп жатып, әмиян тауып алыпты. Ашып қарасы, әмиянның ішінде бір алтын теңге бар екен. Жігіт қуанып кетіпті де, мен бұл теңгеге үйге нан, сүт, азық-түлік алып барамын. Әке-шешем, бала-шағам бір тоятын болды, деп ойлапты. Осылай ойлаған сәтте, қолындағы әмияны біраз ауырлағандай болыпты. Тағы ашып қараса, енді 10 алтын теңге пайда болыпты. Жігіт қуанып, енді мен бұған үйдегі әке-шешеме бұзаулы сиыр алып беремін. Аузы аққа жарып, қарық болатын болды депті. Әмиян одан да ауырлапты. Ашып қараса, 100 алтын теңге шығыпты. Жігіт әмиянның қасиетіне риза болып, мен енді бұл ақшаларға ата-анама жаңадан үй соғып беремін. Тұрған үйіміз құлайын деп тұр. Байғұс әке-шешем қуанып қалатын болды депті. Осылай ойлағаны сол-ақ екен, әмиян бұрынғысынан да ауырлап кетіпті. Жігіт ашып қараса, 1000 алтын теңге шығыпты. Жігіт сәл ойланып тұрыпты да, әке-шешемді жаңағы үйде қалдырып, өзім басқа жақтан жер алып, зәулім сарай соғамын. Қатын бала-шағаммен сол зәулім сарайда тұратын боламын дегені сол-ақ екен, әмиян қайтадан жеп-жеңіл боп қалыпты. Жігіт ашып қараса, баяғы 1 алтын теңге жатыр екен. Түйін сөз, қисадан қиса, әке-шешеге еткен жақсылықтың сауабы мол болмақ. Видеоларымызды өткізіп алмау үшін арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.